КСРО кезінде қабырғаға кілем ілудің 5 себебі армысыздар керек арнасы ұсынады. Қабырғадағы кілемді көрсе көптеген адам КСРО кезін еске түсіреді. Қазір қабырғаға кілем ілу ескірген және өте оғаш болып саналады. Неліктен кеңес кезінде үйлердің қабырғасына кілем ілінді? Оның 5 себебін атап өтеміз. Бірінші, қаржылық жағдайды көрсету. Жұмсақ, түгі ұзын, жоғары сапалы кілемдер әлі де қымбат. Ал КСРО кезінде оларды табу тіпті қиын еді. Оны кез келген отбасы сатып ала алмайтын. Тамаша сапалы кілем отбасының әл-ауқатын көрсететін. Бөлмені жылыту. КСРО кезінде ағаш терезелер жылуды жақсы ұстай алмайтын. Ал қабырғадағы кілем үйдегі жылуды тамаша ұстайтын. Кілем неғұрлым қымбат, қалың болса, соғұрлым жылуды ұстауға көмектеседі. Дыбыс оқшаулау. Әдетте хрущев деп аталатын үйлердегі қабырға жұқа болатын. Сондықтан адамдар көршілердің музыка тыңдап қана қоймай, сөйлескенін, жөтеліп жатқанын, шайнектің қалай қайнап жатқанын еститін. Әрине бұл қолайсыз еді. Сондықтан қабырғалардағы қосымша қабат дыбысты оқшаулады. Қалың кілемдер көбінесе жатын бөлмелердегі қабырғаларға ілінді. Түс қағазды сақтау. 40 жыл бұрын түс қағазды жапсыру оңай жұмыс емес еді. Ол кезде жаққан желім жиі өздігінен ағып қабырғадағы түс қағазды бүлдіретін. Сондықтан ешкім әр жыл сайын түс қағазды ауыстырғысы келмеді, яғни оларды сақтау керек болды. Кілем қабырғаларды кірден және зақымданудан қорғаудың құралы болды. Жиһаз түс қағазда қара із қалдырмас үшін жиі креслолардың немесе диванның артына ілінді. Қисық қабырғаларды жабу. Ол кездегі пәтерлердің тағы бір ерекшелігі тұрғын үй тез салынды. Ал үй жайлардың сапасы сын көтермейтін. Үйінің қабырғалары қисық болатын. Пәтерге жедел көшкен отбасы қисық қабырғаны жабу үшін кілем пайдаланды.